Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Мен Кадирова Жанар Жақсылыққызы, Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технология колледжінің арнайы пән оқытушысы, темір жолдарын техникалық пайдалану және қозғалыс қауіпсіздігі пәнінен аралықта жұмыстарды өндіру орындарын қоршау тәртібі тақырыбындағы бейнесабағымды сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Бүгінгі сабағымыз экранда көріп тұрғаныңыздай, білімділік, тәрбиелік, дамытушылық мақсатына жететініне сенімдімін. Сабағымызды бастамас бұрын ұлы тұлға, қоғам қайраткері, Алашорда ұйымының өкілі Ахмет Байтұрсыновтың керемет сөздерін келтіргім келіп отыр. Оқусыз елдің байлығы уақыт өте келе өнерлі елдің қолына көшеді. Сондықтан осындай жағдай біздің елімізде орын алмас үшін әрдайым осы сөздерді жадымызда сақтап, білімге деген ынтамызды арттырайық. Біз теміржол қауіпті аймаққа жататынын есте шығармай, сонымен қатар техникалық пайдалану ережелерін ұстануымыз керек. Ал теміржолдағы жауапсыздық келесі жағдайларға алып келетінін ұмытпауымыз қажет. Сабақ барысында 3 тақырыпшалар қаралады. Жұмыс орнын тоқтату белгілерімен қоршау, пойыздардың төмендетілген жылдамдықпен жүріп өтуіне рұқсат ететін жұмыс орнын қоршау. Және де 3-ші тақырыпшамыз ол жұмыс орнын ауыспалы S сигналдық белгісімен қоршау. Жалпы тақырып басында айту керек, жұмыс орны орындалатын жұмысқа сәйкес 3 түрлі қоршалады. Біріншісі тоқтату белгілерімен, екіншісі жылдамдықты төмендетумен, үшіншісі S ысқырық дыбыстық сигнал беру белгісімен. Көріп отырған кестеде А арақашықтық жылдамдықты төмендетіп өту белгілерімен қоршағанды қолданады. Б арақашықтық тоқтату белгілерімен қоршағанда қолданады. А және Б арақашықтығы мәнін біздер бұл пойыз жылдамдығы мен жергілікті еңіс көрсеткішіне байланысты аламыз. Мысалы, бірінші жолда еңіс мәні 0,6000-нан төмен болса, және де жүк пойызының жылдамдығы 80 км сағатынан аспайтын, жолаушы пойыздарының жылдамдығы 100 км сағатынан аспайтын болған сәтте, жұмыс орнын тоқтату сигналдарымен қоршайтын болсақ, Б арақашықтығы аламыз. Ол арақашықтық мәні 1000 метрге тең. Бұл кестемен келесі сабақтарда тәжірибелік жұмыс орындаған сәтте тығыз жұмыс жасайтын боламыз. Мына слайдта қазір қоршау сигналын байқай аласыздар. Сигналдың басты белгілері келесі түс түрімен белгіленеді. Түстері бойынша айтсақ, жасыл түс белгіленген жылдамдықпен өтуге рұқсат етіледі. Сары түс жылдамдықты азайту қажет, тоқтауға дайын болу. Қызыл түс тоқта, сигналдан өтуге тыйым салынады дегенді білдіреді. Бірінші суретте петарда дыбыстық сигнал. 3 қысқа дыбыс тоқта дегенді білдіреді. Сондықтан рельс басына шахмат тәртібімен арасына 20 метрден оң жаққа 2-уін, сол жаққа 1-уін қояды. Сигнал S. Ысқырық белгісі. Машинист бұл белгіні көрген сәтте жолдағы жұмысшыларға келе жатқан туралы дыбыстық сигнал береді. Сонымен қатар белгіде жасыл жолақ көріп отырғаныңыздай болған соң белгіленген келе жатқан жылдамдығымен жүріп өтеді. Қызыл шит көріп отырсыздар. Қызыл шит тоқта, сигналдан өтуге болмайды. Сары шит бергі жағы сары, артқы жағы жасыл. Бұл жерде жылдамдықты төмендетіп өтуге болады. Ең соңында
Ақ түсті диск жолағы көлденең, қауіпті жердің басы. Ақ қара түсті диск жолағы тігінен, қауіпті жердің соңы. Келесі слайдта жұмыс орнын тоқтату белгілерімен қоршау сызбасы келтірілген. Бір жолды жұмыс орны бұл жерде көрсетіліп тұр. Қарап отырсақ, жұмыс орны 200 метрден кем, екі жағында 50 метр арақашықтықта жаңа айтылып өткендей қызыл шит қойылады. Екі рельстің арасына, оң жақ рельске жақын. Содан соң бір арақашықтығы дедік, жаңа кестенің ішінде көрсетілгендей, еңістің көрсеткішіне байланысты және де пойыздардың жылдамдығына байланысты, жүк пойызымен және де жолаушылар пойызының. Бірінші петардылар қойылады. 20 метр сайын оң жақ рельске 2 петарды, сол жақ рельске 1 петарды. Шахмат тәріздес. Содан соң бірінші петардыдан жұмыс орнына жақын сигналист қойылады 20 метр арақашықтығында. Сигналистің қолында қызыл қол сигналы болу қажет, яғни қызыл жалауша. Бірінші петардыдан 200 метр арақашықтықта сары шит қойылады. Екі жолды жұмыс орнының қоршау сызбасы келтірілген алдарыңызда. Сол жаңа айтылып кеткен қоршау талаптары орындалады. Екінші тек қана айырмашылығы екінші жолда, бұл жерде қозғалыс екі жағынан болғандықтан, екінші жолға, көршілес жолға дейміз, S белгісі қойылады, ысқырық белгісі. 1500 метр арақашықтықта. Яғни, жұмыс жүріп жатқан жолдағы жұмысшылар екінші жолға кетіп қалуы мүмкін, немесе өзінің құралдарын қою мүмкін. Сондықтан да келе жатқан поезд дыбыстық сигнал береді, ысқырық белгісін. Сол кезде жұмысшылар өздерінің құралдарын жинап, қауіпсіз аймаққа кету керек, яғни жолдың шетіне. Бұл сызбаларда да солай жұмыс орнын 200 метрден артық жұмыс орнын қоршау тәртібі келтірілген. Бұл жерде көріп отырғаныңыздай сол белгілер, сол шиттер, петардылар, сары шит, сигналистер барлығы қайталанады. Тек айырмашылығы бұл жерде 200 метрден артық болғасын жерде қызыл шиттің қасына қосымша бір сигналист қойылады. Сондықтан жалпы бұндай жұмыс орнын қоршау үшін 200 метрден артық болса, жалпы саны 4 сигналист керек бізге. Астындағы сызбалар, ол да сол қайталанады. Екі жолдың екеуінде де жұмыс жүріп жатыр. Көп жолды аралықта жұмыс орнын тоқтату белгілерімен қоршау сызбасы көрсетілген. 3 жолды сол сигналдық белгілеріміз қайталанады, арақашықтықтар сол сақталады. Тек қана айырмашылығы дыбыстық жаңағы сигналдық белгі S қойылады көршілес жолдарына. Көп жолда аралықтағы жұмыс орнын тоқтату белгілерімен қоршау сызбасы бұл жерде 3 жолды телімнің ортаңғы жолында жүріп жатыр. Айырмашылығы S белгісін 2 көршілес жолға қойылады. Келесі сызба 4 жолды телімнің ортаңғы жолында. Бұл жердегі сызбаларымыз станцияға жақын аралықтағы жұмыс орнын қоршау тәртібі. Бұл жерде кіру бағдаршамының қасында қызыл шит орнатады, станция шекарасының қасында қызыл шит орнатады, және де бұл жерде петардылар сол белгінің тұсына қойылады. Бұл жерде келесі слайдта көрсетіліп тұрған жұмыс орнын төмендету белгісімен қоршау тәртібі. Бұл жерде көріп отырсыздар, міне сары шиттер қойылады. Станция шекарасының тұсында арақашықтығынан төмен, азырақ, және де қауіпті жердің басы, қауіпті жердің соңы 50 метр арақашықтықта қойылады. Жылдамдықты төмендетумен станция аралығында қоршау тәртібі.
Бұл жерде де бір схеманы айта кетсек, мына Б схемасын, екі жолды, соның біреуінде жұмыс жүріп жатыр. Жылдамдықты төмендетеміз. Сол сәтте көршілес жолға міндетті түрде S белгісін қоямыз. 500-1500 аралығында. Содан соң 50 метр ара қашықтықта екі жағынан қауіпті жердің басы, қауіпті жердің соңы. Және де А ара қашықтығында мына белгіден қауіпті жердің басынан А ара қашықтығында сары шитті қойып шығамыз. Ол ара қашықтық алдында кестеден айтқанымыздай, ол жергілікті еңіспенен жылдамдыққа байланысты аламыз. Келесі сызбада да бұл жерде көп жолды участок берілген. Сол көп жолды да өткізіліп жатқан жұмыс ортаңғы жолда дейміз мысалға. 4 жолдың ортаңғы жұмыс жүргізіліп жатыр. Сол сәтте қоршау белгілері көрсетілген. Байқап отырсаңызда ысқырық S белгісі дейміз ғой. Барлық көршілес жолдарына қойылады, міндетті түрде қойылады. Ара қашықтықтарды сақтаймыз. Жаңа басында айтып кеткенімізде, бізде жұмыс орны 3 түрлі қоршалады. Тоқтату белгілерімен, екіншісі жылдамдықты төмендетумен, және де үшіншісі ол S белгісімен қоршалу тәртібі көрсетілген. Мына жерде мысалға келтірсек, жұмыстың түріне байланысты таңдаймыз біздер ең бірінші қоршау түрін. Мысалға айтатын болсақ, шпалдарды біртіндеп ауыстыратын болсақ, біздер жылдамдықты төмендетпейміз, қозғалысты тоқтатпаймыз, тек қана сигналдық белгі S-ті қойып шығамыз. 500-1500 метр ара қашықтықта. Жылдамдық, міне жасыл жолақ болғандықтан, жылдамдық белгіленген жылдамдықпен жүре береді, тек қана машинист дыбыстық сигнал береді. Құрметті тыңдаушылар, сіздердің назарларыңызға станция аралығындағы жұмыс орнын және пойыз қозғалысына кедергісі бар орындарын қоршау туралы бейне роликті ұсынамын. Бұл жерде пойыз қозғалысына кедергісі бар орын және жұмыс орны міндетті түрде тоқтату белгілерімен қоршалуы керек. Бұл бейнероликте көріп отырғанымыздай күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Пайдаланып жатқан машиналар көріп отырғанымыздар ОК кран, жаңа рельшпал торларын әкеліп қондыру үстінде. Тоқтату белгісі болып негізінде қызыл шеттер саналады. Оларды жұмыс жасау орнының шегінен 50 метрден кем емес жерге орнатады. Егер де жұмыс орнының ұзындығы 200 метрден артық болса, қызыл шеттер сигналист белгі беруші қарауында болуы қажет. Қызыл шеттер алдында жергілікті басқару еңіс көрсеткішімен максималды қозғалыс жылдамдығына байланысты ара қашықтықтан Б ара қашықтығы дейміз 3 петарды қояды. Петарды арасы 20 метрден. Петарды саны 3, өйткені ол дыбыстық сигналға жатады. Ал 3 қысқа дыбыс тоқта дегенді білдіреді. Жұмыс орнына жақын петардыдан 200 метр ара қашықтықта жылдамдықты азайту сигнал белгілерін қояды. Яғни сары шит, артқы жағы жасыл. Сары шитпен петардылар қызыл қол белгісі бар сигналист белгі беруші қарауында болады. Сигналистер жұмыс орнына жақын бірінші петардыдан 20 метр ара қашықтықта тұрады. 2 немесе көп жолды телімде жұмыс орнын қоршағанда
Қозғалыс бар жолдарында ауыспалы ысқырық S белгісі қойылады. Оны көрген сәтте пойыз машинисті жол жұмысшыларын пойыз келе жатқан туралы дыбыстық сигнал арқылы білдіреді. Келесі слайдта мен сіздерге тақырыбымызға сәйкес қосымша бейнероликтердің QR кодтарын ұсынамын. Кейін өз ұялы телефондарыңызда пайдаланып тамашалауларыңызға болады. Бірінші бейнефильмім станция аралығындағы жұмыс орнын қоршау, және де екінші бейнефильміміз станция аралығындағы жұмыс орнын тоқтату белгілерімен қоршау. Келесі слайдта криптограмма берілген. Тапсырма бойынша сөздерді тор көзден тауып атаңыз, жауабын маған жіберіңіз. Мысалға, бағдаршам, петарда, щит, жалау не болып табылады? Сигнал. Сигнал болып табылады міне. Сигнал. Көріп отырғаныңыздай. Сол сияқты қоршау кезінде дыбыстық сигнал белгіленген жылдамдықпен жүру туралы сигнал түсі. Жауаптарды күтемін. Үй тапсырмасы аралықта жұмыстарды өндіру орындарын қоршау тәртібі және де қоршау сызбаларын білу. Назарларыңызға көп рахмет.